Біз әрі қарай брик циклын басқару тақырыбындағы бірінші есептің шығарылуын қарастырайық. Бірінші есеп бойынша n натурал сан берілген, сол санның цифрларының арасында 0 болса, цикл жұмысын тоқтатып, error сөзін әйтпесе санның өзін кері қарай экранға шығаратын программа құру керек. Енді қарастыратын болсақ, бірінші біз n санын енгіземіз және while оператормен жазып көрейік. While бізде n саны 0-ге тең емес деген шарт қойып аламыз. Яғни бізге циклымыз толық жүруі үшін бізде n саны 0-ге тең болмау керек. Сонда ғана біз осы циклды орындап шығамыз. Біз осы n санының әрбір соңғы цифрын алу үшін біз оны 10-ға бөліп қалдығын алып отырамыз. Енді осы қалдықты біз қандайда бір y айнымалысына меңгертіп алуымыз керек. n-ға бөлгендегі қалдығы, 10-ға бөлгендегі қалдығы осы y-ке меңгертіп аламыз және шарт құрамыз. Егер осы y мәні 0-ге тең болса, онда бізге экранға шығару керек error деген сөзді шығару керек. Оны біз апостроф қойып жазайық. Және одан кейін бізде программа тоқтау керек. Брик операторы. Ары қарай экранға біз print операторыменен y-ті шығарамыз және бір жолға шығарайық. Бір жолға шығару үшін бізге end форматын қолдану керек болады. Және бізде осы цикл бойынша сандардың соңғы цифрларын алып айналдырып отыру үшін біз мына жерге соңғы жағына n тең болады. Яғни циклды айналдыру үшін n тең болады 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігін алып отырамыз. Енді программа нәтижесін көрейік. Ары қарай екінші есеп латын әріптерімен үтірі бар S жол берілген. Осы жолдағы үтірге дейінгі әріптермен олардың санын экранға шығаратын алгоритмнің блок схемасын және программасын құр. Мысалы бізде алма, үтір, алмұрт деген жол берілген. Біз осыны үтір және оның үтірімен S жол берілген және осы үтірге дейінгі әріптер санын шығаруымыз керек экранға және ол санды астына шығаруымыз керек. Енді біз қазір осының программасын жасап көрейік. Ол үшін бізге S жолын енгізу керек болады. S жолы бізде жолдық тип. Айдың бастапқы мәнін береміз. Ай тең болады 0. Енді оны while мен шығаратын болсақ, бізде i аралық, яғни ай аралық кіші болса леннен лен. Бұл жердегі лен деп отырғанымыз жолдың ұзындығы дегенді білдіреді.
Енді осы егер бізде осы S жол тең болса үтірге, мысалы үтірге тең болып қалса, онда, яғни жолда үтір болса, және оны К-ға меншіктейміз. Бұл жерде тыныс белгі қалып қойыпты, қос нүкте. Яғни бізде шарттан кейін міндетті түрде қос нүкте тыныс белгісі қойылады. Егер S жолымыз үтірге тең болса, онда К-ны меншіктейміз I-ға. Және бізде программа тоқтайды, брейк операторы. Экранға шығаруымыз керек. S жолды SI жолды және оны біз бір жолға шығаруымыз керек. Бір жолдық форматты таңдаймыз. End. Бізде қадам беріліп тұру керек үнемі. I тең болады, I қосылған 1. Және экранға К-ны шығарамыз. Бізде қалған программалар қажет болмай қалады. Енді осы программаның нәтижесін көрейік. Бізде мына жерде алма 4 дегенді шығарып берді, бірақ ол аралары ашылып кетіпті программаның. Мына жерден жөндейміз. Мына жерде апострофтың ішінде жол қалдырмаймыз. Және бізде 4 деген сан астыңғы жолға түсу керек. Олай болатын болса, біз мына жерге К мәнінің алдына /n саламыз. Міне бізде программа нәтижесі дұрыс шықты. Келесі үшінші есеп бойынша n натурал сан берілген, сол санның цифрларының арасындағы ең кішісін табатын программа құруымыз керек. Яғни бізде мына сандар берілген, осы сандардың ішіндегі ең кішісін табуымыз керек. Енді программасын құрып қарайық. Бізге бірінші n натурал санды енгізуіміз керек болады. Ең бірінші. Бізде i-дің бастапқы мәнін 1 деп аламыз. Бізде шартымыз n санымыз, яғни натурал санымыз 0-ге тең емес болу керек. 0-ге тең емес болған жағдайда біз цикл денесін орындаймыз. Біз бұл жерде n натурал санның сандардың әрқайсысын алу үшін біз оны 10-ға бөліп, оның қалдығын алып отырамыз. Y тең болады. Қандай да бір Y деген айнымалыға меншіктейміз және оны 10-ға бөлгендегі қалдығын аламыз және сол қалдықты біз
y-ге меншіктеп отырамыз. Бірден мына жерден жазып кетсек болады. К, кез келген бір К деген айнымалыға осы санның ең соңғы мәнін алып, мысалы, ең соңғы мәнін алып, n% 10 деп алып, n% 10 дегенім, бұл жерде, мысалы, мына көп таңбалы санның ең соңғы саны 4 қоя, осы 4-ті алады да, барлық сандармен салыстырып шығады. Яғни, К-ны біз y-пен салыстырып шығамыз. Яғни, n санының, натурал санның барлығымен салыстырып шығамыз. Енді шартымызды жалғастырайық. Егер осы жерде К үлкен болса y-тен, онда бізде тең болады К тең y деген нәтижені аламыз. Және бізде цикл денесі айналып тұру үшін n тең болады 10-ға бөлгендегі бүтін бөлігін алып отырамыз. Экранға біз К-ны шығарайық. Экранға К-ны шығардық. Енді программамыздың нәтижесін көрейік. Бізге берілген сандарды енгізсек, 78, 85, 69, 54. Бізге 4 деген санды шығарып берді. Яғни, ең кіші санын. Мысалы, басқа сандарды көрейік. Ең кіші саны 1 деп шығарып беріп тұр. Ал егерде осы жерде ең үлкен санын табу керек болатын болса, онда мына жерде шартты өзгерте қоямыз. Енді осы сандардың ішіндегі ең үлкен санды тапқымыз келсе, шартты өзгертіп, қайтадан жазсақ болады. Мысалы, мына санды қайтадан дәл солай көшіріп, ең үлкен сан бізде 9 деген санды шығарып берді.